Шымкентте қаза тапқан Нұрай Серікбайдың ісі бойынша тергеу аяқталуға жақын. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Оның айтуынша негізгі тергеу әрекеттері жүргізілген, ал күдікті сот алдында жауап береді. По убийству Нурай в настоящее время то же самое, следственные действия идут к завершению. Провели мы судебно-психиатрическую экспертизу по назначению следователя. Сейчас ее результаты получены. Он предстанет перед законом как меняемое лицо. А когда? Как вменяемое лицо? Я правильно Мы поняла? проводим следственные действия. Сейчас расследование находится на стадии завершения. Спасибо. Бұған дейін марқұмның туыстары күдіктінің психикалық орталыққа ауыстырылғанын айтып, оның жазадан құтылып кетуінен қауіптенген еді. Алайда сараптама нәтижесі бойынша ол есі дұрыс деп танылған. Еске салайық, қайғылы оқиға 2026 жылдың 11 қаңтарында Шымкентте болған. 21 жастағы Нұрай Серікбайды танысы пышақтап өлтіріп, оқиға орнында қашып кеткен. Күдікті 2 күннен кейін ұсталды. Қазір оған некеге мәжбүрлеу, сталкинг және аса қатыгезбен адам өлтіру баптары бойынша айып тағылып отыр.